Сәлем, сіздермен Кино Хан және Дева и Дракон фильмін айтып беремін. Аурия патшалығында патша мен оның рыцарлары Айдаһарды аңдып, қырлардан шауып барады. Құбыжықтың соңынан еріп, олар үңгірге тап болады. Осы кезде Айдаһар ұшып келіп, рыцарлардың көпшілігін бір соққымен өлтіреді. Содан кейін қалған рыцарларды құйрығымен бір-бірлеп ұстап оларды да өлтіреді. Ақырында ол патшаға да жетеді, ал патша болса соңын күту үшін тізерлеп отырады. Көптеген ғасырлар өткен соң, солтүстік елде Флория мен Элоди қолдарына түскен барлық ағаштарды шауып жатыр. Олар жергілікті лордтың қыздары. Соған қарамастан қыс мезгілінде аштық пен суықтан зардап шеккен халқына қолдарынан келгенше көмектесуге тырысуда. Күн сайын адамдар көбейіп барады, яғни жақын арада оларда қала қалмайды. Кенеттен апалы сіңлілер өтіп бара жатқан күймені көреді және таң қалады, өйткені оларға қонақтар ешқашан келмейтін. Олар үйлеріне асығып, әкесі лорд Бифорд пен өгей шешесі леди Бифордты монах әйелмен сөйлесіп жатқанын көреді. Ол Элодидің кетер алдында не істейтінін айтады. Содан кейін лорд Байфорд Элодиге аурия корольдік отбасы, оның ханзадасы Элодиге үйленгісі келетінін айтады. Алғашында Элоди бас тартады, бірақ Байфорд олардың қалалары тірі қалып көптеген жылдар бойы өмір сүру үшін жеткілікті байлық алатынын айтып, оны көндіреді. Біраз уақыттан кейін олар аурияға қарай бет алады. Олар межелі жерге жақындағанда кеме өте қалың тұманға түседі, және кемедегілерді қараңғыда кейбір қорқынышты фигуралар қорқытады. Бірақ ол екі алып Айдаһардың мүсіні болып шығады. Жағаға келген отбасы елдің гүлденуі мен қамалдың сән салтанатына таң қалады. Қызметшілер оларды бөлмелеріне жайғастырып, келесі күні патша отбасымен кездесетіндерін хабарлайды. Элоди көріністі тамашалау үшін балконға шығып, басқа балконда өзімен жасты қызды байқады. Оны көп ұзамай қызметші алып кетеді. Сол түні Элоди ұйықтай алмай, үнемі сурет салады. Ол таза ауамен дем алу үшін балконға шығып, басқа қыздың бөлмесінде жарықтың жоқ екенін байқайды. Ол сондай-ақ алыстан алауларды көріп таң қалады, яғни түн ортасында біреу тауға шығып бара жатты. Келесі күні Элодидің отбасы корольдік отбасымен кездеседі. Королева Изабель Элодиді үйлену тойының алдында ханзада Генримен бірге біраз уақыт өткізуге жібереді. Бастапқыда ыңғайсыздықтан кейін Элоди мен Генри дос болып әңгімелері жарасады. Генри өзінің хатында Элодидің көркемдік қабілеттерін мадақтағаннан кейін, Элоди кеше түнде көрген алаулар туралы сұрайды. Генри бұл олардың ата-бабаларының құрметіне арналған ежелгі үш рәсімнің бірі, сондықтан үйлену тойымен бір күнде болатынын түсіндіреді. Бұл уақытта қамалда лорд Бифорд Изабельмен келісімді талқылауды аяқтағаннан кейін, лорд Бифордтың мазасы жоқ екендігі көрінеді. Бифорд ханым оны тексеруге тырысады, бірақ бәрі жақсы дейді. Осыдан кейін Бифорд ханым Изабельмен сөйлескісі келеді, бірақ ол мұны шын қабылдамайды. Ол отбасылар бір-бірімен байланысты және бір-бірімен тату болуы керек деп санайтынын түсіндіргенде, Изабель бұл жай ғана қажеттіліктен жасалған мәміле дейді. Оған ханшайым керек, ал Бифорд жерлеріне ақша керек. Ол сондай-ақ Байфордқа оның арқан жасаушының қызы екенін және оның өзі орнын білуін еске салады. Леди Бифорд Изабельдің Элодидің атын қате айтып жатқанын байқап, оны түзетуге тырысады, бірақ Изабель оған мән бермей кетіп қалады. Кешке алаңдаған леди Бифорд Элодиге күдікті бірдеңе болып жатқанын айту үшін барады. Сондықтан ол үйлену тойын тоқтату керек деп ойлайды. Бірақ олар бәрін талқылай алмай тұрып, лорд Бифорд келіп барлығына тынығуларын сұрайды. Келесі күні таңертең қызметшілер Элодиге рәсімге дайындалуға көмектеседі. Оған әдемі көйлек кигізеді және қасына өтпейтін қанжар береді. Үйлену тойы сәтті өтеді. Генри мен Элоди сақин алмасып, сүйісіп, Элоди өзінің тәжін береді. Осыдан кейін Элоди отбасымен қоштасып, Генримен бірге күймеге отырады. Ол олардың таудағы ежелгі рәсімге баратынын түсіндіреді. Олар жартасты баспалдақпен көтеріледі, және Элоди монах сияқты киінген Изабельді айтпағанда, қорқынышты алтын маска киген бір топ адамдарды көріп шошып кетеді. Патшайым патшалықты қорғауға көмектесетінін айтып, Элодиге тиын береді. Содан кейін олар ішке кіреді. Сонда Изабель Элодияға оқиғаны айтып береді. Олардың ата-бабалары бұл аралға келгенде, олар осы жерде соңғы Айдаһардың өмір сүретінін анықтаған. Айдаһар адамдардың қоныстанғанын көрген бойда ауылға шабуыл жасайды. Сондықтан патша сарбаздарын жинап, құбыжықпен күресуге тырысады. Бірақ Айдаһар патшадан басқаның бәрін өлтіреді. Патша аралды бөлу үшін үш қызынан бас тартуға мәжбүр болды. Әңгімені тыңдап отырып, Элоди барлығының оған сұмдық қарап тұрғанын және тұңғиық үстіндегі қауіпті көпірден өтіп бара жатқанын байқайды. Содан кейін Изабель патшаның құрбандығы әр ұрпақ атап өтетін нәрсе екенін түсіндіреді де Генри мен Элодидің алақандарын кеседі. Ол олардың қанын араластыру үшін оларды бір-біріне қысып, оларды шүберекпен жауып, Элодидің қазір ресми түрде патша қаны екенін жариялайды.
Содан Элоди ырым осымен бітті деп ойлап, тиынды тұңғиыққа лақтырады. Генрих оны көпірден өткізу үшін көтеріп алады, бірақ кенеттен кешірім сұрап, оны тұңғиыққа лақтырады. Құлап бара жатқанда айғайлап, Элоди бірнеше жерге соғылып балшыққа құлап, есінен танып қалады. Бірнеше минуттан кейін оянған ол денесінде әртүрлі көгерген жерлерді көреді, бірақ бәрібір тұрып көмек сұрай бастайды. Содан кейін Элоди жылайды, үмітсіздіктен ашуланады, және ол сыртқа шығуға тырысып, өкінішке орай ол қайтадан құлап, тағы бір жарақат алады. Осы кезде ол өзіне тиесілі емес басқа әшекейлерді көреді, және патшаның ұзақ жылдар бойы қыздарды айдаһарға құрбан етіп келе жатқанын түсінеді. Кенеттен ол шуды естіп, бұрылып, үңгірдегі жарықты байқайды. Содан кейін ол ішке кіріп, жанып жатқан құсты көреді. Элоди өртті сөндіру үшін бірден балшықты пайдаланады, бірақ тым кеш. Құс өліп қалады. Кенеттен үңгірде гүрілдеген дауыс естіліп, жүздеген жанып жатқан құстар ұшып шығып, бірнеше минут бойы Элодидің үстінен ұшып, содан кейін оның айналасында өледі. Құстардың жанып жатқанын жарығын пайдаланып, Элоди шығудың жолын табуға тырысады, бірақ жақындап келе жатқан айдаһарды көргенде қатып қалады. Элоди жартастың артына тығылу үшін жүгіреді. Айдаһар патшаның әрбір ұрпағы құрбан болып төлеуі керек екенін, және оны Элодидің қанында сезінетінін айтып, сөйлей бастайды. Өзінің алақанына қарап, Элоди бұл рәсімнің айдаһарды алдау үшін жасалғанын түсінеді. Айдаһар Элодиге қаш деп айтады. Ол айқайлап жүгіріп, туннельге кіріп үлгерді, өйткені айдаһар оның артында от шашады. Жалын туннельге еніп кетті, бірақ Элоди уақытында қауіпсіз орын табады. Жанында күйіп қалған мәйіт жатыр, және ол балконда көрген сол қыз екенін түсінеді. Айдаһардың оны тағы да қуып келе жатқанын естіген Элоди кішкене тесіктен шығуға тырысады, бірақ оның көйлегі оған жабысып қалады. Жалын жақындап келеді, және көптеген әрекеттерден кейін Элоди қашып, кішірек үңгірге тығылады. Өкінішке орай, от оның аяғына жетіп, аяғы күйіп, ол айғайлайды. Айдаһар оны естиді, бірақ оған жете алмайды, өйткені ол жер тым кішкентай. Айдаһар кетіп бара жатқанда Элоди өзіне берілген өтпейтін қанжарды көйлегінің бір бөлігін кесіп тастау үшін тасқа қайрайды. Оның аяғы ауырады, бірақ ол оған шыдап, жараны жыртық шүберекпен таңады. Содан кейін ол кулонды ашып, шам ретінде пайдалану үшін оған от жағады. Ол енді үңгірді зерттей алады, және ақырында өте тар жолды табады. Ол оның үстінен жорғалай бастайды, және көйлегі оған қайтадан жабысып қалады. Сондықтан ол өзін босатқанша тартып, осылайша төмен сырғып кетеді. Элоди ұстап тұруға тырысады, бірақ оның қолдары ауырып, шаршағандықтан ол қайтадан құлап, кулондағы от сөнеді. Элоди берілмей орнынан тұрып, қабырғадан ұстап, алыстан көрінген жарыққа жетуге бел байлады. Бірнеше өте ауыр қадамдардан кейін ол туннельден шығады, бірақ жартастың шетінен құлап кете жаздайды. Ол қарсы жақтан жарықты көреді, сондықтан неке сақинасын шешіп, тұңғиыққа лақтырғаннан кейін, Элоди бір қадам артқа шегініп, қатты секіру үшін жүгіреді. Жартастың арғы беті тайғақ болады, бақытына орай белдігі тасқа кептеліп қалады. Бұл оған қанжарды алып жартасқа қадау үшін жеткілікті болады. Содан кейін ол жоғары көтерілу үшін қанжарды пайдаланады. Жоғарға шыққанда ол жарық сүйкімді жарқыраған жабысқақтардан шыққанын біледі. Олардың тістемейтіндігіне көз жеткізгеннен кейін, Элоди жеңін жұлып алып, жаңа шам жасау үшін ішіне бірнеше жабысқақтарды толтырып алады. Тағы біраз жүргеннен кейін ол кішкентай көлді тауып алады. Ол суды ішіп көргенде судың дәмі жаман болып оны бірден түкіріп жібереді. Үңгір өсімдіктері оған жиіркенішті дәм береді екен. Дегенмен төбеден су тамшылап жатыр, және Элоди тамшылармен шөлін қандырмақшы болып астында тұрады. Кенеттен мұз тезірек ери бастайды, және оның ішіне еніп жатқан жарық қызыл болып көрінеді. Ал Элоди көзін ашса, мұзды отымен жарып бара жатқан айдаһарды көреді. Айдаһар мұзды жарып өткенде Элоди қашып кетеді, бірақ алысқа бармай, ол алып аңдар үшін тым кішкентай басқа туннельге түседі. Қабырғадан бұл жер қауіпсіз, айдаһар бұл жерге жете алмайтындығы туралы хабарламаны көреді. Оған фи әрпімен қол қойылған. Жан-жағына қарап, Элоди көптеген қыздардың көйлектерін табады, ал басқа қабырғада олардың есімдері мен жылдарын көреді. Соның ішінде фи деген қол таңба Виктория есімді қызға тиесілі. Элоди олар үшін біраз уақыт қайғырды, сосын аяғындағы таңғышты алып тастады, жарақаты жақсы көрінбеді. Осыдан кейін Элоди шамды құшақтап ұйықтауға тырысады. Кенет ол бұрынғы құрбандардың азаптан, қорқыныштан және сатқындықтан зардап шеккен елестерін көре бастайды. Виктория қабырғаларға өз атын жазып, бірақ кенет артына бұрылып, Элодиге мұның бәрі өтірік екенін айтады. Осы кезде Элоди оянып, оның жараланған аяғындағы жабысқақтарды байқайды. Ол қорқып, оларды алып тастай бастайды, бірақ олардың сілекейлерінің иімді қасиеттері бар екенін көреді. Ол жабысқақты басқа жараға қойып, оны бағаламаған үшін кешірім сұрайды.
Өзін жақсы сезінген Элоди жан-жағына қарап, қабырғадағы картаны тауып алады. Бұл жоқ дегенде бір қыздың қашып шыққанын білдіреді дейді. Карта оған туннелде 3 жол бар екенін айтады, және ол ортаңғы жолды таңдап кристалдар мен музыканың артынан жүріп сыртқа шығады. Осыдан кейін Элоди көйлегінің барлық ыңғайсыз жерлерін жұлып алып, қабырғаға атын жазып, айдаһардың ақырған жаңғырығына назар аудармай, орта жолға барады. Ақырында ол әуенді естиді, және тағы біраз жүргеннен кейін ол шудың себебі болып табылатын кристалдармен қапталған қабырғаны табады. Сонымен қатар күн сәулесімен жарқырайды, өйткені олар үңгірден шыға берісте орналасқан. Олардың жанында Ф әрпі бар, тәж бар. Бұл Викторияның шыққанын білдіреді. Кристалдар өткір болғандықтан Элоди көйлектерін бөлшектеп қолдары мен аяқтарын орап алады. Содан кейін тәждің көмегімен жоғары көтеріле бастайды. Айдаһардың оны бақылап тұрғанын білмеген Элоди орнынан тұруға тырысады, және оның қолының астындағы кристалл сынып, ол құлап барып соңғы секундта тәждің көмегімен ұстап қалады. Жақын жерде айдаһардың дауысын естіген Элоди асығады да, ақыры ол шығатын жерге жетеді. Тек оның тау баурайында өте биік орналасқан шұңқырдың шетінде екенін біледі. Қатты күйзеліске түскен Элоди тізерлеп жылайды. Кенет Элоди жылқылардың кісінеген дыбысын естиді. Ол тауға жақындап келе жатқан салт аттыларды байқайды. Ол айғайлап көмек сұрайды. Бірақ сол кезде оған айдаһар ұшып келіп, тесікті өзімен жауып тастайды. Элоди дер кезінде артқа шегініп, қабырғадағы хабарламаны көреді. Мұнда қауіпті Ф деп қол қойған. Жақын жерде мәйіт жатыр, яғни Виктория сол жерде өліп, шыға алмай қалған. Айдаһар отын дайындайды, бірақ Элодидің атын шақырған адамның даусын естігенде тоқтайды. Айдаһар іздеуге ұшып бара жатқанда, лорд Байфорд, екі рыцар және жолбастаушы Элодиді іздеуге келгені белгілі болды. Олар арқанмен үңгірге түсіп, аймақты іздей бастайды. Ал Элоди олардың дауыстары арқылы кері жолды табады. Туннелді басқа жолымен жүріп, ол үш өлі айдаһар баласы бар ұяны тауып таңғалады, және Викторияның сөздерін есіне алады. Содан кейін ол Изабельдің өтірік айтып жатқанын түсінеді. Бұл аралда айдаһар соңғысы емес, ол бірінші соққыны да жасаған жоқ. Патша айдаһардың барлық балаларын өлтіру үшін келген, сондықтан айдаһар олардан кек алған. Ол басында көрсетілгендей барлық рыцарларды өлтірді, бірақ патшаның кезегі келгенде айдаһар оған өлімнің тым оңай болатынын, және патшаның да өзі сияқты азап шегуі керек екенін айтты. Содан бері корольдік отбасы айдаһарды 3 әйелден тамақтандырады. Олардың қаны араласып, патша қызы етіп көрсетеді. Осыдан кейін Элоди әкесімен адамдарын табады, бірақ қауіпсіздік мақсатында көрінбей тығылып тұрады. Айдаһар пайда болып, рыцарды ұстап алып, ұшып кетеді. Содан кейін оны үлкен биіктіктен тастайды. Рыцар тасқа соғылып, жерге құлап, лезде өледі. Айдаһар екінші рыцарды ұстап алып, оны аяғымен мыжып тастайды. Содан кейін Байфордты жауапқа тартады. Ол қызын құтқаруға келіп және қылышпен шабуылдамақ болады. Бірақ айдаһар оны құйрығымен ұстап алып, содан кейін оны лақтырып жіберемін деп қорқытады. Элоди жасырынып қолайлы сәтті күтіп тұрғанда, айдаһар Байфордқа қызыңды шақыр деп айтады. Байфорд шын жүректен қалай өкінетіні туралы айтады, және өзінің жаман қателік жібергенін мойындады. Содан кейін Элодиге қаш деп айқайлады. Айдаһар оны итеріп жіберді, және оның жүрегіне тырнағын сұғып алды. Элоди іштей үнсіз қарап тұрады. Айдаһар оны іздей бастайды, бірақ бақытына орай, сол кезде күзетші де шу шығарып, айдаһар Элоди деп ойлап, артынан жүгіреді. Айдаһар ұшып кеткенде, Элоди әкесімен қоштасып, өлмес бұрын оның маңдайынан сүйеді. Ол үңгірден қашу үшін қалдырған арқанды пайдаланады. Осы уақытта айдаһар жол бастаушыны тауып, оны өлтіреді. Содан кейін Элодиді қуады. Ол кіреберістегі жалыннан құтылу үшін тез тұрып үлгереді. Элоди дереу әкесінің атына мінеді де, ұзаққа бармай тастардың астына тығылады. Ат тоқтамағандықтан айдаһар алданып, оның артынан қуа береді. Содан кейін айдаһар аспанға от шашып, мәміле бұзылғанның белгісі ретінде қорқынышты дауыл тудырады. Қамалда Изабель мұны байқап, Флорияны ұрлауға дереу рыцарларын жібереді. Леди Байфорд оларды тоқтатуға тырысады, бірақ сол кезде оны пышақтап кетеді. Біраз уақыттан кейін, өрт сөнген кезде, Элоди жасырынған жерінен шыққанда, оған қансырап атпен леди Байфорд келеді. Не болғанын Элоди білген соң Флорияны құтқаруға уәде беріп, атпен тауға қарай шауып кетеді. Осы уақытта Флорияны көпірге апарады, бірақ Генри баламен бірге рәсім жасаудан бас тартады. Изабелла оны елемей өз қанын пайдаланады. Қанды араластыру үшін Флорияның қолын кесіп тастайды. Содан кейін оны үңгірге қарай лақтырады. Элоди көпірге келсе бәрі кетіп қалған екен, ал Флорияны айдаһар ес-түссіз болған кезде ұстап алады. Ол оны өлтірмеді, өйткені ол Элодиді тұзаққа түсіргісі келеді. Үмітсіз Элоди арқанмен көтеріліп, бұрынғы жолмен әлдеқайда жылдам жүреді.
Айдаһардың ұясын табу үшін картаны қайта тексергеннен кейін, Элоди әкесінің қылышымен қаруланып, Айдаһарға тұзақ дайындайды. Тұзақ қару-жарақ пен арқаннан тұрады. Ол кішкене жалын астында жанып тұрады. Элоди шетке шығып, арқан жанып біткенде сауыт құлап, Айдаһар шудың қайдан шыққанын іздеу үшін ұядан ұшып кетеді. Бұл Элодиге ұяға жасырынып кіріп, Флорияны оятуға мүмкіндік береді. Аяғы жарақаттанғандықтан ол баяу жүріп келе жатты. Осы сәтте Айдаһар тұзақты тауып, ұяға оралады. Сол кезде Флория тығылады, ал Элоди семсерін дайын күйде күтеді. Ол олардың бәрін патшайым алдап кеткенін түсіндіруге тырысады. Бірақ Айдаһар оған сенбейді және от шашпақшы болады. Элоди семсерін аузына шаншып отты басқа жаққа бағыттайды. Бірақ сонда да ұяның шетіне құлап, қолы мен иығына бірнеше жерден күйіп қалады. Айдаһар қылышты алып тастап жатқанда, Элоди көлге түсіп жүзіп кетеді. Флория оған тағы бір қылыш лақтырады. Кенеттен Айдаһар оның үстіне секіріп түсіп, оны ұстап алады. Ол оны өлтірмес бұрын, Элоди қанжарын алып, оны Айдаһардың көзіне тығып алады. Элодиді лақтырып жібереді. Содан кейін Элоди қылышын қайтадан суырып алып, бір көзі жақсы көрмейтін Айдаһарға қарай жүгіреді. Айдаһар жақындаған сайын, Элоди қисық сталагмиттен шаң шығып жатқанын байқайды және бұл оған түсінік береді. Элоди сталагмиттің алдында тұрып, Айдаһарға оны өртеп жіберуді сұрайды, ал Айдаһар оған от шашады. Алайда соңғы секундта Элоди қимыл жасайды және от сталагмиттен шығып, Айдаһарға тиіп, оны толығымен құлатады. Осыдан кейін Элоди құбыжықтың патшаның әулетінен емес, бейкүнә қыздарды өлтіргенін дәлелдеу үшін Айдаһарға қолындағы шрамды көрсетеді. Айдаһар осының бәрін тоқтатып өзін өлтіруді сұрайды. Бірақ Элоди қылышын лақтырып жіберіп өлтіруден бас тартады. Содан кейін ол бір топ жабысқақтарды алып, Айдаһардың жарақатына қояды. Ол толық қалпына келеді. Осы кезде осы ұрпақтағы үшінші қызды алдау үшін сарайда тағы бір той тойланып жатады. Кенеттен құрбандық үстеліне тиын түсіп, Элоди сарайға кіріп, қалыңдыққа отбасын алып қашуды бұйырды. Содан кейін Элоди жергілікті тұрғындарға, олар да қаласа қашуларына болатынын айтады. Бірақ тек қызметшілер оны шынайы қабылдап, қаша бастайды. Осы кезде Айдаһар пайда болып, барлығына от шашып, Изабельді және патша отбасының барлық мүшелерін өлтіріп, ақыры мұны тоқтатады. Көп ұзамай қамал қылады, бірақ Элоди артына қарамай кетіп қалады. Бірнеше күннен кейін Элоди, Флория және сауығып кеткен леди Байфорд өз халқына арналған алтын мен керек жарақтарға толы кемеде жүзуге дайындалады. Үйлеріне кетіп бара жатқан кезде Айдаһар жақын жерде ұшып, өзара құрмет белгісі ретінде Элодиге басын изеді. Фильм ұнаған болса, лайк бас және арнаға тіркелуді ұмытпа.